Сәлем достар, баршаңызға менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен мен Райхан. Бүгін мен сіздерге идеальный болып шығатын шоколадты бисквиттің рецептісімен бөлісемін. Ерекшелігі 4 ас қасық қайнаған су құйып дайындаймыз. Біркелкі болып, әдемі болып, жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Және де мен сіздермен бір лайфхакпен бөлісетін боламын кесу жолындағы. Ол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Тіркелуді, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды шағып алып, одан соң үстіне шекерімізді, яғни қантымызды салып, жақсылап 10 минут тоқтатпай араластырып көпіртіп аламыз. Қол миксерде дайындасаңыздар да болады. Жақсылап көпіртіп алғанымыздан соң осылай аппақ болып біркелкі көпіріп шығады. Одан соң 4 ас қасық қайнаған суымызды құямыз. Барлық керекті заттарды описаниеде жазып қалдырамын. Енді үстіне сұйық майымызды құямыз. Жақсылап біркелкі араластырып алғанымыздан соң миксерімізді тоқтатып, үстіне құрғақ заттарымызды салып дайындаймыз. Какао және ұнымызды қасықтың көмегімен біркелкі араластырып аламыз. Араластырып болғанымыздан соң сұйық массамыздың үстіне салып, төменнен жоғарыға қарай біркелкі араластырып шығамыз. Міндетті түрде асықпай біркелкі араластырып алыңыздар. Себебі ортасында түйіршіктері қалып кетпеуі үшін. Енді печкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Дайын болған массамыз осылай қоңыр түстес болып шығады. Енді формамызға құйып аламыз. Формамыздың диаметрі 20. Дайын қызып тұрған печкамызға салып 20-25 минут пісіріп аламыз. Осылай әдемі болып, биік болып пісіп шығады. Піскенін ағаштың көмегімен осылай тексеріп аламыз. Неке өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай биік болып, жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Енді сіздерге кесу жолында бір лайфхакпен бөлісетін боламын. Осылай шеттерін ғана пышақпен кесіп аламыз. Толық ортасына дейін емес, тек шеттерін ғана кесіп аласыздар. 3-ке бөліп аламыз. Енді төменгі жағынан да айналдырып кесіп шығамыз. Толықтай кесіп болғанымыздан соң осылай қолымызға кез келген жіпті ұзын қылып аламыз. Енді кескен жерден жібімізді салып, осылай екі жаққа қарай тартамыз. Сол кезде осылай әдемі болып, біркелкі болып кесіліп шығады. Енді екіншісінде осылай жіптің көмегімен кесіп аламыз. Сіздерге осы бисквитті міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Кез келген кремді жағып, торт қылып дайын бисквит. Мінекей осылай әдемі болып шығады. Егер видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк